Сәлем достар, бүгін біз сіздермен адамға өте пайдалы әрі әлсіз болған кезде күш сыйлайтын осы бір смузимізді бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бокалдағы мендегі демделген көк шай. Ең алдымен керек заттарымызды осылай турап алатын боламыз. Мен осылай бір бананды алып турадым және бір кивиді осылай турап алдым. Туралған заттарымызды блендерге саламыз және алмамыздың араларындағы дәнектерінен ажыратып осылай турап алатын боламыз. Егер сіздерге үлкен алма болатын болса, онда бір алма жеткілікті, ал менде жаңа, яғни свежий алма дейміз ғой, содан 2-3-еуін салып жіберетін боламын. Және осылай имбирдің бір кішкентай бөлігіні осылай салдым. Яғни жаңағы бөліктің мен жартысыны салдым. Енді үстінен бір бокал көк шайымызды осылай құйып аламыз. Яғни мен көк шайды демдеп алдым. Енді блендерде барлығыны бірге жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біздің смузиіміз осылай әдемі қою сары болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ас болсын.